ұлы саяхатшы. Николай Михайлович Пржевальский 19 ғасырдың екінші жартысында Орта және Ішкі Азияны зерттеген атақты саяхатшы географ. Ол 1839 жылы Смоленск облысында дүниеге келген. Ол 7 жасынан садақ тартып үйреніп, өсе келе құс, аң аулаудың мергені болады. Екінші арман еткен ісі дүниені шарлап саяхат жасау. Оның негізгі мақсаты Монғолия, Батыс Қытай, Тибет өлкесін аралау болатын. 1879 жылы наурыз айының ішінде атақты саяхатшының экспедициясы Зайсан қаласынан шығып, Тибет тауларына тура бет алып жүреді. Көктем кезінде саяхатшылар Жоңғария даласында тағы жылқы тобына кездеседі. Бұл жылқының сыртқы келбеті адамға үйренген жылқыдан бүтіндей басқа. Түстігі ақтанкер, танауы, бауыр жүні ақшыл екен. Тұлғасы кішірек болған соң оны тұрғын халық Кертай деп атаған. Міне осы жылқыны ең алғаш ашқан атақты Пржевальский болған соң, кейін ғылымда ол Пржевальский жылқысы деп аталады. Пржевальский Тибетке жасаған саяхаты туралы былай деп жазады. Тибет тарихи заманнан Қытайдың белгілі бір аймағы. Оның халқы 3-4 миллион шамасында. Халықтың көпшілігі жергілікті таңғұттар, мұны өздері бот деп атайды. Олардың шаруашылық кәсібі жер жағдайына қарай әр түрлі болып келеді. Мысалы, солтүстігінде көбінесе мал өсіретін шаруалар болса, оңтүстігін отырықшы егіншілер мекендейді. Тибет өлкесі жалпы егін егудің не бақша өсірудің дүние жүзіндегі ең биік жер болып саналады. Бидай теңіз бетінен 4000 метр биіктікте өседі. Пржевальский бұл жерлердегі барлық аңдардың тегін күн көрісінде жете зерттеген.